Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге шеймерный свечи жасайтын боламыз. Қажетті заттардың суреттерін мен қалдырып кеттім. Аттармен бірге және төменде сіздерге магазиндердің ссылкасында тастап кеткен болатынмын. Олай болса, бастайық. Ең алдымен 150 грамм кокосовый воскымызды водяной баняда ерітетін боламыз. Стаканымызға наклейка мен держателімізді жабыстырып алып, деревянный фитилімізді орнататын боламыз. Бізде екеулік деревянный фитиль. Одан кейін қосатын ароматымызды дайындап алатын боламыз. Біздерде бүгін морской соль және орхидея деген ароматты қосатын боламын. Біздерде воскымыз 70-75 градуста еруі қажет. Содан кейін водяной банядан алатын боламыз. Енді воскымызды 60-65 градусқа дейін салқындататын боламыз. Содан соң ароматпен шеймерімізді қосатын боламыз. Ароматты мен орташа көлемде қосқан болатынмын. Себебі маған ароматтың қатты шыққаны ұнамайды. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Ароматымызды қосқаннан кейін мұқият араластыратын боламыз. Енді біз шеймерімізді қосатын боламыз. Бізде осындай көк түсті шеймер болатын. Біз ешқандай краситель қоспаймыз. Бізге көк түсті осы шеймер беретін болады. Және бұл свечи жанған кезде жылтырап тұратын болады. Шеймерімізді де жақсылап араластыратын боламыз. Енді стаканға біз воскымызды 50-55 градусқа салқындаған кезде құятын боламыз. Бұл қағиданы сақтамасаңыздар, стакандарыңыз ыстық воскты көтере алмай, жарылып кетуі мүмкін. Воскымызды стаканның шетінен емес, ортасынан фитильдің үстінен құятын боламыз. Менде шеймерный воск болғандықтан, воскты үшке бөліп, араластырып құйған болатынмын. Сіздерге бұл видео түсініксіз болып жатса, төменде сіздерге свечи жасаған ссылкамды тастап кететін болам. Сол ссылкадан өтіп, свечиді толыққанды сол видеодан түсініп алуларыңызға болады. Свечиларыңызды осылай 30-40 минутқа қалдырасыздар. Одан кейін
өз қалауларыңыз бойынша бетін сәндейтін боласыздар. Свечиіңіздің жоғарғы жағын өздеріңіз қалағандай етіп сәндесеңіздер болады. Мен қолда бар сухоцветімен және ракушкалармен сәндеген болатынмын. Фитилімізді осындай фитиль қиятын арнайы қайшысымен қиятын боламыз. Фитиліміз свечиден 5 мм ғана жоғары шығып тұрса жеткілікті. Себебі егер сіздің фитиліңіз ұзын болатын болса, отыңыз қатты жанатын болады. Соның себебінен сіздің свечиіңіздің беткі беті толық емес, тек ортасы ғана жануы мүмкін. Фитиліміздің осындай қозғалған бөлігін біз феннің көмегімен немесе алыстан осындай горелканың көмегімен тегістейтін боламыз. Осыдан кейін свечиімізді қозғамай бір қалыпты кебуге қоятын боламыз. Осымен қыздар, свечиіміз дайын болды. Видеом ұнаса лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеле кетіңіз.